бірінші нұсқаулықты оқып көріңізші. Бізге керек құралдар: бірінші стақан, ыстық су, шар, бөтелке. Бұның жүргізілуін айта кетсем, шарды бөтелке аузына бекітіп, сосын бөтелкені ыстық суға орнатамыз. Енді бірінші, міне сіздерге бөтелке және шар. Бөтелкенің бетіне шарды орналастырыңыздар. Енді мынау ыдысымызға ыстық суды мынаның ішіне орнатыңыз. Енді ыстық суды құйыңыз. Абайлаңыз. Көбірек қоя беріңіз. Қараңыздар, реакция болып жатыр. Жеткілікті. Көріңіздер ме? Қандай реакция байқалып тұрсыздар? Үшінші топ. Қараңыздар. Қандай реакция байқап жатырсыздар? Бізде бұл жерде шар іші кеңейіп жатыр, яғни бұл ішіне ауа толып жатыр. Астындағы ыстық судан бөтелкенің ішіндегі қалған ауа шарға енді. Бөтелке жырылып, ішіндегі ауалар шарға қарай Ауа арқылы шарға. Яғни сіздерге сұрақ сонда. Ауа қысымы бар ма? Бар. Ауа қысымы бар. Ауа қысымы арқылы және оның нәтижесінде бізде шар үрленіп. Жақсы, өте жақсы. Жарайсыздар. Келесі. Ең соңғы